Қалжан мен Ләзиза. Повесть. Соңы. Авторы Әлібек Асқаров. Оқыған Базаркүл Қалбыр. Аудан орталығында да ешкімді танымаймын. Жөн сұрайын десем жүрексінемін. Түр-тұрпатында адам кейпінен кетіңгіреп қалған. Менің мынандай түрме қарап жөн айтатында жан табылмағандай еді. Бәтіреке, мынау қалжан емес пе? Деген әйел үніне жалт қарасам, қырықтың мол ішіндегі бір келіншек жаутаңдап маған қарай береді. Қойшары қаңғырған біреулер шақырмай, деп қасындағы еркек әйелді бұрып әкетті. Апырмау, мен танып жатқан бұл қайсы әйел болды екен, деп аң-таң болып мен қалдым. Аудандық милиция бөлімін іздеп бардында келгенді айтып тіркеуге тұрдым. Сол жердегі бір қыздан Ләзиза Дүйсенованың адресін тауып беруді өтінгем. Тілеуіңді бергір қарағым екен. Адресті кешке дейін іздеп тауып қойыпты. Ләзиза сол кер жабағыда тұрады екен. Ешқайда да көшпепті. Кер жабағы баяғыда өзім бірер жыл қызмет жасаған ауыл ғой. Ит арқасы қиян. Ол жаққа ұшсам бүгін жете алмасын белгілі. Мұндайда кімге жалынасың? Оның үстіне жүрек шіркінде шайлығын қырап қалған. Тағы бір пәлеге ұрынармын дедім де, Заезжий дом дейтін жалпиған бір үйге бас сұқтым. Сол жерден бір бос орын тауып түнеп шықтым. Ертеңінде таң қараңғысынан жолға шығып жаяулатып кер жабағыға тарттым. Күні бойы тоқтаусыз жүріп отырып күн бесіндікке еңкейе сүйін шалдың жұртына жеткем. Шалдың қыстауы атымен жоғалыпты. Жұрнағы ғана байқалады. Жер төлесі жермен жексен, төбесі ойылып топыраққа көміліп қалған. Сілегенің жуан бөренесі ғана бір бұрыштан сойдақталып шығып тұрды. Шалдың қоражайы да жоғалған. Біреулер оның сырғауылымен ағашын тасып әкеткенге ұқсайды. Орны ойдым шұңқыр, кендір мен қурай басып кетіпті. Әріректе бұлақ жағасындағы қарамонша ғана қылқиып, жартылай жерге көміліп тұр. Есігі шалқасынан жеп қоярдай қорқынышты үңірейеді. Қыр басында бір төмпешік байқалған. Зиратқа ұқсайды. Кімнің зират екен? Ләзизаның анасы да әлде қашан о дүниелік болған шығар деп ойладым. Оларды қойшы, өз шешем. Менің туған анам қайда? Тірі ме, өлі ме? Жалған дүние десеңші. Солардың бәрінен мен бейхабармын. Тіпті Ләзиза мен шешемнің, қызымның тағдыры не болды? Ол жөнінен де махруммын. Көкірегім запыранға толып кетті. Шалдың үйі орында болса, осы арада түнеп шығам ба деп едім. Оның жөні келмеді. Амалсыз ары қарай жүре беруге тура келді. Қараңғы түсе мұңсызбайдың үстіртті жазығына шықтым. Сол баяғы Ләзизаға араша түсетін жазық қой. Бірақ ол заманда табиғат жатбауыр мінез танытып, жаңбыр тынымсыз түні бойы нөсерлетіп еді. Ол кезде менде бұла қуатым бойымда, құйын мінез бұлықсыған жас едім. Енді бақсам, ол да бір сайраны бөлек, сағынышқа толы күндер болып қалыпты-ау. Қазіргі жаңбырдың да мінезі бейғұла, сылбыраған, жуас. Менің де халім осы жаңбырға ұқсайды. Түнері сазарған мынау табиғатпен үндес. Жалғыз-ақ рет берілген өмірдің жарымын опынышпен, итқорлықпен өткіздім. 40 жылғы қырғыннан 80 жылғы сүргінен өтіп келе жатқандаймын. Сөйтіп, мен де бүгінде меселім қайтқан, жүнім жығылып, жуасып қалған жанмын. Жүректің ұшына шемен тас байланып, үмітім әлсіз жіпке ғана ілінген шерлі пендемін. Ақ жауынның астында малмандай су болып ұзақ жүрдім. Күндізгідей емес, жүрісім баяулап, аяғым шылқып келеді. Бір мезетте Бектас әулиенің баяғы күмбезі көзіме оттай басылған. Күмбез тура сол баяғыда екен. Шүкіршілік төбесі бітеу бұзыла қоймапты. Мола ішіндегі қурай мен қураған шөпті жинастырып, от жағып, бой жылытқан болдым. Лау етіп жанған қурай шөптің де жылуы мардымсыз, ғұмыры да қысқа. Баяғы бір күндерді сағынышпен ойлап, қалғып-шұлғып отырып, көзім ілініп кетіпті. Шым-шытырық түс көрдім. Теңіз жағасында жүр екем деймін. Қасымда бір әйел емес-ау, Ләзиза секілді. Енді бір мезетте қызыл жағалылар келіп екеумізді де байлап матап алып кетеді.
Концлагер ме, Печоро ма, әлде Магадан ба, азап камерасында жатыр екенбіз деймін. Мен емес, Ләзизаны қинап қорлап жатыр. Тимеңдер, деймін айқайға басып. Тимеңдер, өңкей жексұрын оңбағандар. Айқай салып, өз даусымнан өзім шошып ояндым. Дір-дір етіп, қол-аяғымды бауырыма алып, бір қус боп бүрісіп қалыппын. Денем сал болып үйіп, үш ұмтылып, үйелеп, әзер тұрдым. Толқысып, таң атып, айдарланып, көктемнің күні де көтеріліп келеді екен. Бірақ қызуы әлі мардымсыз. Кешегідей емес, боз дала жұпар шашып, ұзатылар қыздай жасана түскен тәрізді. Қалай болғанда да жаздың иісі сезіліп тұр. Зираттың арғы жағынан, алсырақ тұстан құрдың құрқылдаған дауысы шықты. Қатқан нанды суға жібітіп, аздап жүрек жалғап, тағы да жаяу тарттым. Кешегідей емес, шаршағаны біліне бастағандай. Әлде аяқты алшысынан тастап, адамша көзіліп дем алмағаннан ба екен. Өйтіп аяқты серпуге түн аса салқын, көктемнің ызғары қалшылдатып тоңдырып жіберді ғой. Содан ба арқамдағы қоржын да иығыма батыңқырап келеді. Аздан соң сібірлеп, тағы да жаңбыр жауды. Бірақ жаңбыр ұзаққа созылған жоқ. Арада жарым сағат өтпей жарқырап күн шыққан. Күн шығып еді, Мұңсызбайдың төріне мойнағаштай иіліп, қызылды-жасылды кемпір қосақ түсті. Көш құлағанның қия шатқалына кірер ауызға орнатқан алып босаға іспетті, әдемақ көрініс. Жақындап барып қолмен ұстаса ғой өзін деп қиялдап келемін. Сол кемпір қосақтың ішінен шыққандай болып, жазықтың арғы жиегінен бір қарайған көрініс берді. Жылқы ма, әлде қой ма екен? Жылқыдан гөрі кішілеу, мамырлап жайылып жүрген қойға келіңкірейді. Отардан адасып қалып жол жағалаған ақсақ-тоқсақтың бірау тегі. Түнге қалса бұл малдың ит құсқа жем болары анық. Арамыз бір шама жақындай түсті. Енді ол қарайғанның қой емес, адам екеніне көзім жетті. Апырмау, ең түзде жаяу жалпылы мына мен секілді жол шеккен бұл қай бейбақ болды екен? Арамыз қысқара түсті. Жүрісі баяу, арқасында асынған дорбасы бар. Байқаймын, әйелге ұқсайды. Сәлден соң анық көрінді. Ұзын көйлек, жұлым-жұлым сұр күпәйге киген кемпір болып шықты. Сіз Бәдиша апа екенсіз ғой, деп мен аң-таңмын. Баяғыда бұдан 21 жыл бұрында дәл осы арада кездесіп едік-ау. Бұл кісі сол кезде де дәл осындай кемпір еді. Жын ба, шайтан ба? Содан бері өзі дым өзгермепті ғой. Жоқ, өзгерген секілді. Еңкіш тартып, бүкірейе түсіпті. Орамалының астынан күлтеленген шашы күмістей ағарып кеткен. Жақ сүйегі қушиған, бет әлпеті кеуектей кеуіп қалған кемиек кейуана. Қиналған шақта жаныңа үңіл, жүрегіңді сақта, балам. Осы сөзді айтқан осы кісі емес пе еді? Ойпырмай, енді ғана есіме түскен қарашы. Я, дәл осы Бәдиша кемпір айтқан. Уай, шешей, сіз барма едіңіз? Бармын, шырағым, бармын. Әлі күнге ел кезіп жүрсіз бе? Байырқалар жерім жоқ, ел кезбегенде қайтем. Менің 90-ға келіп тірі жүргенім осы жүрістің арқасы. Мынау елсіз мекенде сізді кездестірем деп ойламаппын. Сенің тірі екеніңді мен білгем. Мен түкірігіме шашалып жұтына бердім. Шешей, оны қайдан білдіңіз? Қарағым, мен бәрін де біліп жүрем. Білмесем, жүрегіммен сезіп жүрем. Ауа жетпей тынысым тарылып кеткендей болды. Ауыр күрсініп кеудемді кере бірдем алдым да, білсеңіз, қинамай айтсаңызшы, тамағым қырылдап, үнім өлеусіреп шықты. Шешең дүниеден озғанына көп жыл болды. Әйелің ұлыңды ұяға, қызыңды қияға қондырды. Отыңды көшірмей, шаңырағыңды шайқалтпай, әлі отыр ол жазған. Қалғанын өзіңде көре жатарсың. Менің көз алдым бұлдырап, жан дүнием төңкеріліп кетті. Көзімнен қос тамшы ыстық жас ытқып шығып, бетімді айғыздап домалай жөнелді. О, тоба, менде ұл бар екен ғой, деймін күбірлеп. Өмірімді жалғар ұрпақты екенмін ғой мен. Я, жаратқан ем, ризамын өзіңе. Әлде жастың әсеріме,
Көз алдым бұлдырап, жүрегімнің соғысы жиілеп, есеңгіреп қалдым. Өзімде қайбір жетісіп жүрген жан ет дейсің. Жерге шөке түсіп тізерлеп отыра беріппін. Тегі сол екі арада біршама уақыт өтсе керек. Қарасам, қасымда тұрған Бәдиша кемпір бүкшең қағып, көш жерге ұзап кетіпті. Баяғыда Дүзбай шал үйреткен бағытты бетке алып, көш құлағанның соқыр соқпағымен төтелей тартып келемін. Анталаған алып таулар, шұбаршыңдар мен тарғыл құздар көңілге үрей ұялатқандай. Шатқал табаны көз суырғандай терең, төменде көбік шашқан аса өзен ирелең қағады. Бұл өлкенің тауы мен тасы, орман тоғайы, қала берді аң құсына дейін маған етене. Кір жуып кіндік кескен туған өлкем осы. Мен оны өлердей сағынып келемін. Сосын да үкідей ұшып келемін. Күн бесіндікке еңкейе кер жабағы да бұлдырап нобай берген. Табаны күйген, таңдайы тиген жан ғана ел қадірін біледі екен. 20 жыл азап қана емес, тозақтан бетер қиындық көрген. Өмір мен өлімнің ара жігінен өткен менің сағынышымда шек жоқ еді. Елге жақындағанда өзім пәлен жыл тұрған ауылды да, оның тау мен тасын да танымай қалдым. Кер жабағы Қотыртайдың жонына ұқсап жұлымдалып, адам аяғындай жүдеп кетіпті. Ауылдың ішіне дейін шоқ-шоқ өскен қалың қарағай еді. Бәрі де тып-типыл оталған. Қаптаған томар ғана бұл жерде баяғыда абат орманның болғанын айғақтағандай. Кесілген ағаш тау кіндігіне дейін жеткен. Ауылдың көп үйлері көшіп кеткенге ұқсайды. Әр жерде бір өлеу сүреген түтін байқалады. Бір кездегі тірлігі қайнаған қордалы ауыл енді анау етектегі егістік даланың жетім станына ұқсап қалыпты. Мен жақындағанда шағын ауылдың азған таймалы улап-шулап өрістен қайтып жатты. Мына қызықты қараңыз. Баяғыда өзім отырғызған жас қайың бұтақтарын жайып, зәулім ағаш болып өсіп кетіпті. Енді тебіндеп келе жатқан жасыл желегі үйді көмкеріп, жарымын жауып тұр. Қараша үй сол баяғы қаз қалпында. Шатырдың шетіндегі жартылай сынған әнеу тақтайды жаңалаймын деп жүріп, қолым тимей-ақ кетіп еді. Сол сынық тақтай сол ырсиған қалпы. Шарбақтың ішкі жағындағы арбаның сынық дөңгелегі де белуардан жерге батқан күйінде. Сырты саз балшықпен сыланған жыртық қора, аула ортасындағы жер ошақ, жазда тамақ жасайтын бұрыштағы тандыр пеш, бәрі бәз баяғыдай. Тек табалдырық жөнделіп, терезенің қақпақтары жаңадан салынған екен. Арада 20 жыл өтіп, жер шарының жарымын аралап қайтсам да, үйде үлкен өзгерістің болмауы көзіме оттай басылды. Таныс көрініс танысымда ашып, жүрегіме жылы шуақ жайғандай болды. Ләзиза қайда? Ләзиза, деп осы арада қамбас шыдамсыздық танытып, басын кегжең еткізді. Қалжан бірден жауап берген жоқ. Бір шама уақыт үнсіз отырып қалды. Оу, құрдас, Ләзиза сол үйде тұрам екен, деді қамбас тағатсызданып. Оның қайда тұратын мен қайдан білейін, деді Қалжан қиналғандай. Менің не өлі, не тірі екенінен бейхабар, қайтпасқа кеткен кісімін. Ол бейбақта не жазық. Тух, сен сөзіңді сағыздай созып, ішті кептірдің ау. Хамеке, сіздің сұрағыңызда төбеден түскендей. Қайдан білейін? Әйтеуір Ләзизаның осы үйде тұратын жүрегім сезді. Бірақ сенімнен гөрі күдігім басым. Ол мені күтіп отырмаса қайттым деп қиналдым. Басқа біреуге тұрмысқа шығып кеткен болса ше. Есік алдына жете бере осындай бір алаң ойлар басымды шырмап, тұсаулы аттай екі аяғымды кібіртіктете тастады. Үйге жақындауға жүрегім дауаламады. Айналсоқтап алыстан байқастап, былайғы бір томарға бардым да жайлап арқамдағы дорбамды шешіп, күпәйкемнің түймесін ағытып отыра кеттім. Оу, әлгі Бәдиша кемпір бірдеңе деп еді ғой. Үй іргесіне келгенде Бәдиша түгілі өз атымды ұмытып қалдым. Сен де бір лауқи екенсің. 20 жыл дегенің аз уақыт емес екен, деді Қалжан құрдасының алдында ақталғандай болып. Мен кеткенде жаңа туған нәресте 20-ға толды. Былайша айтқанда бір ұрпақтың ер жетіп азамат болатын кезі. Ел жаңарып, жер жасанатын ұзақ уақыт. Мен білетін жандар тірі болса, олар да 20 жылға қартайды.
тіреместердің сүйегін әлдеқашан қына басты, елдің санасынан өшті. 20 жылдың ішінде оларды өзге түгілі, өзінің туыстары да ұмытып қалған шындық. Мен де саннан сызылып, сол елдің санасынан өшкен, жұрт ұмытқан пақырдың бір емеспін бе? Мұның енді шын сөз, деді Қамбашта бас изеп қоштап. 20 жыл дегенің үлкен мерзім. Сонымен әлгі томардың үстінде отыра бермексің бе? Ләзизаны қалай көрдің? Ләзизан ма? Ләзиза дейсің бе? Айтайын. Сол жерде қанша отырған бір құдайға аян. 5-6 жастағы бір баланың қасыма келіп қызықтап бетіме өңілген есімде. Үдірейіп сәл уақыт тұрды да, жылан шаққандай баж етіп шошып қаша жөнелді. Не болғанын ұқпай мен де селк ете түстім. Сосын түсіндім. Жақ еті қушиған, мойны ырғайдай, қан сөлсіз әруақтай аппақ кейпінен қорқып кеткен секілді. Аздан соң тағы бір бала келіп, ол да түрімді қызықтауға кірісті. Жылап кеткен бала шағынған болар. Бұл одан біраз ересектеу әрі батылдау көрінді. Қолында нан, беті қаспақ-қаспақ, шыбын қонып жатса да қыңқ етер емес. Мен ыржиып күлген болдым. Бала мұрнын қорс еткізіп бір тартты да бір жұтынып нанын шайнап жөніне кетті. Арада қанша уақыт өткен білмеймін, не заматта біздің үйден шылапшын көтеріп бір әйел сыртқа шыққан. Әйелдің Ләзиза екенін мен жазбай таныдым. Жүрегім атша тулап, көмейіме тығылды. Тынысым тарылып, ауа жетпей алқынып кеттім. Байқаймын, Ләзизада үлкен өзгеріс бар. Бұрынғыдай емес, ет жинап толысқан, қимыл қозғалыста баяу, салмақты. Шылапшындағы суды лақ еткізіп күресінге төкті де, маңдайын сүртіп, ауданнан келетін сыңар жолға күн сала қарап, ұзақ тұрды. Күрсінгенін де естігендеймін. Шаршағаны, торыққаны сезіледі. Сосын басындағы орамалын түзеп, айналасын бір шолып көзін жаймен мен жаққа бұрды. Сол бойда қарап тұр. Қолындағы шылапшын түсіп кетіп, арғы жақтағы жыраға қарай салдыр-гүлдір домалап барады. Оны да елер емес. Маған қарап сілейіп қалған. Бір кезде сылқ ете қалды. Бүктетіле барып, жамбастай құлап түссін. Бұдан әрге қайтып шыдайын. Жан ұшыра Ләзизаға ұмтылдым. Басын көтеріп, маңдайын сипап, аймалап құшақтап жатырмын. Қырылдаған тарғыл дауыспен өзімнің аман-есен келгенімді айтып, атын атып шақырған боламын. Алақанмен бетін шапалақтаймын, ешқандай әсер етер емес. Былқ-сылқ жан жоқ, өліп қалған. Жүгіріп бұлақтан су әкеліп, бетіне суық су бүркіп ұшықтап едім, сонда ғана кірпігін қозғап есін жиды. 20 деймін-ау, турасында 21 жылдан соң мен Ләзизамен осылай табыстым, деді Қалжан әңгіменің аяқталғанын сездіріп. Мен жоқта өмірге келген ұлым 20-ға толып, Свинчаткадағы 2 жылдық механизаторлар курсында оқып жатыр екен. Қызым Семейден техникум бітіріпті. Содан Аягөздің бір жігітіне тұрмысқа шығып кетіпті. Қызым бірер мәрте келіп қайтқанмен Ләзиза құда-құдағиын әлі күнге көрмепті. Ондағы құда жекжат халық жауының отбасынан аулақ жүргенді жөн санаса керек. Өз анам да енем де біраз жыл бұрын дүние салыпты. Мен жоқтағы басты өзгерістер осы екен. Оның бәрін мен Ләзизаның өз аузынан естідім. Екі арада біршама уақыт ауыр үнсіздік орнады. Пеште отын сытыр-сытыр жанып жатыр. Балқарағай шағуды да ұмыт қалдырыппыз. Әркім өз ойымызбен болып, естіген әңгіменің қорыта алмай, қиналған сыңайдамыз. Не заматта Қамбаш қатты бір жөткірінді де жылжып Қалжанға жақындай отырды. «Ескет!» деп Қалжанда өзімен өзі күбірлеп, неге екенін белгісіз басын шұлғыды. «Не дейсің?» Мен шүкіршілік жүріп жатырмыз ғой дедім. «Жоқ, сен олай деген жоқсың». Қалжан мұртын сипап мырс ете түсті. «Қамеке, кешіріңіз, кейде шатасып неміс пен француз сөздерін араластыра сөйлеп қалатыным бар. Айыпқа бұйырмассыз». «Әй, құрдас-ай, сен де бір қап түбіне симаған қарағамшы болдың-ау». Қалжанның әңгімесі Қамбаштың да жүрек қылын қозғап жіберген сияқты. «Осы әңгімені сен біреуге айттың ба?» деп сұрады Қамбаш. Қалжан тұнжырап басын шайқады.
Менің әңгімем кімге керек? Деді бәсең үнмен. Бұл әңгімені жұрт түгілі өзімде артық рет еске алғанда ауырсынам. Қамбаш басын шайқап таңдайын тықылдатты. Әй құрдас, тілі тұтығып Қалжанның бетіне әлдебір риза кейіппен қарады. Сосын желкесін қасып-қасып жіберді. Ең түзде суық тиіп сырқаттанып қалсақ деп, компресске деп тығып қойған бір шөлмегім бар еді. Мына әңгімен қайдағыны қозғап жіберді. Соны шығармасам болмас. Несіне әуре боласыз, деді Қалжан ыңғайсызданып. Біздікі қайбір жетіскен әңгіме дейсің. Аттасына нәлет, сендей азаматқа оның несін аяйын. Қамбаш құнжыңдап қоржын ақтарып жүріп, орамалға оралған бір шөлмекті жарқ еткізіп суырып алған. Содан екеуі әлгі шөлмекті ортаға алып, қырлы стақанға жартылай құйысып, тартып жіберісті. Сөйтті де тағы да ұзақ сонар әңгімеге кірісті. Анау жолы өзіңе айттым ғой, ол кезде сенің сайдасаның құмда ізің жоқ, құрдымға кеткен жансың, деді Қамбаш сынағандай кескінмен. Сол замандарда ноғай келіншек Ләзиза туралы мен де көп әңгіме естігем. Иә, өйтіп таңданба, шындығы солай. Жақсы әңгіме ме, жоқ әлде? Әрине жақсы сөз, жалпы содан менің түйгенім, сенің бәйбішең әулие кісі. Ниетіңізге бек рахмет. Әңгіме болсын, көңіліңе ауыр алмассың. Бәрі де өткеннің садағасы ғой. Мен де саған көрген білгенімді айта отырайын. Мейліңіз білсін. Соғыстан кейінгі жылдары Кержабағыда жөні бөлек ақ-торғындай аппақ ноғай келіншек бар екен деген сөз біз жаққа да жеткен. Содан біздің ауылда Матан деген кісі болды. Білушімен білмесең сол Матан бірде сенің әйелің Ләзизаға сөз салдырғаны есімде. Матанның жақтайын түсінуге болатын еді. Бұл жігіт майданда жүргенде соғыстың екінші қысында әйелі Айдын-көтен шөп тасимын деп суыққа үсіп, екі өкпесі қабынып қайтыс болыпты. Шиетте екі баласы, кәрі шешесі бар еді. Үшеуі бұларсыз да өлмес күндерін әзер көріп отырған нағашысының қолына көшеді. Матанның өзі де соғыстан кеудесінде снарядтың жарықшағымен жараланып қайтқан. Келсе жағдай әлгіндей. Арада жарым жыл өткенде нағашысын бас етіп, Матан Кержабағыға құда түсуге барады ғой. Сенің бәйбішеңе баяғы. Кешірерсіз, бұныңыз жайсыз әңгіме екен. Жайсыз болса да аяғына шейін шыда. Мен өсек емес, жақсы әңгімені өзімнің білгенімді айтып отырмын. Содан Ләзиза дастарханын жайып, шайын беріп күткенмен, өз жайында ешқандай ыңғай бермей, екеуінде сыпайылап шығарып салыпты. Матан ауылға қатты түңіліп келді. Ноғайдың қыздарының діні мұндай қатты болар ма деп қайран қалып, басын шайқай беретін. Жазғанның көңілі Ләзизаға шындап құласа керек. Біраз уақыт ешкіммен араласпай тоң-торыс жүріп алды. Осы әңгімені естіген соң Сұлтанбек деген менің тағы бір ауылдасымның аңсары Ләзизаға ауысын. Өзі біздің жақтағы аса келбетті, келіншектерге жұғымды жұпар кіндік сері жігіт еді. Себебін білмедім. Соғысқа да бармай бронмен қалып қойған. 5 жыл бойы бригадир болып әкіреңдеді. Сол да Кержабағыға барып, Ләзизаның алдынан өткенін кейін сыр қылып бірде маған өзі айтып берген. Ләзизаны көндіру үшін әйелімді тастаймын, маған байға шық дегенге дейін барыпты. Мен халық жауының әйелімін, басыңызға бәле тілеп қайтесіз деген сылтаумен Ләзиза оны да беттетпей қойыпты. Сөйтіп Сұлтанбек 100 жерден бастық болса да, қылшылдаған көркем жігіт болса да, тауы шағылып, салы суға кетіп бос қайтқанына мына мен куәмін. Сұлтанбекті мен де танимын, Қалжан қабағын кіржитті. Танысаң сол, өзің салмақташы, еркек атаулының көбісі соғыста қырылып қалған. Ауылда шал-шауқан, ақсақ, тоқсақ қана. Басқа қатындар бай таба алмай зарығып жүргенде, ноғай келіншектің Сұлтанбектей аяқ-қолы балғадай сері жігіттен бас тартқаны қалай. Ондай жігітке екінші мейлі үшінші қатын боп барса да жұрт сөкпес еді. Ноғай келіншек қолына қонған бақты бастан тепті. Ол кезде біз солай қабылдадық. Өйткені ит жеккенге айдалып кеткендерден қайтқан біреуісі жоқ. Сен де қайтып келеді деген пәруайымызға кірген емес. Ноғай келіншектің де байы шіріп, сүйегін баяғыда қына басып кеткен шығар деп жорамалдайтынбыз. Сол жақтайдың азақ алдында жүрдік қой. Әнекей, өзіңде мойындап отырсың.
Қолдары қалтақ, иектері кемсеңдеген бірер шалдың сөз салғанын естіп едім, бірақ Сұлтанбектің өткенін білмеппін. Мен өзім білетін, өзім куә біздің ауылдың жайын ғана айттым. Аппақ борықтай ноғайдың жесір келіншегі туралы өзге ауыл естімеді дейсің бе? Естіді әрине. Сұлу көрсе еркекте ес қалушы ма еді? Ол заман шал-шауқанның да есірген бір дәурені болды ғой. Сондықтан Ләзизаға басқа да сөз салушылар болғанына өз басым шәк келтірмеймін. Ләзиза ондай әңгімені маған ғұмыры айтқан емес. Оның несін айтады, қайсыбірін айтады? Сенің бәйбішеңді әулие деп отырғаны да содан емес пе? «Уй, жо, си, дакор», деп Қалжан тағы да шетелше міңгірлегенін естідім. Екі ағамның кеу-кеу әңгіме соғып тағы қанша уақыт отырғанын білмеймін. Бұдан әрі олардың қасында қалқиып отыра беруге менің төзімім жетпеді. Төсекке жантайған бойда тас болып ұйықтап қалыппын. 40-тың қырқасына шыққанда әсем Алматыны тастап басқа қалаға, 1000 шақырым шалғайдағы арқа төсіне көшеміз деп кім ойлаған? Нелер бір тамылжыған ән мен жырға арқау болған қайран Алматы. Пәленше жыл оқып бауыр басқан ыстық мекен. Жар құшып, ұл асырап, қыз өсірген жылы ұя. Соның бәрімен қош айтысатын болдық. Алғашында бос әңгіме шығар деп сенбей жүруші едік. Кейіннен ресми түрде елбасының жарлығы шығып, көшетіміз ақыры шындыққа айналды. Мен қызмет жасайтын министрлік елден бұрын маусымның басында қозғалатын болды. Бұл 1997 жылдың жазы еді. Осылайша көші-қонның шаруасымен шапқылап жүргенде бірде Алматы 2-ші темір жол вокзалында бір кластасымды кездестірейін. Ол құрдасымды көрмегелі 30 жылдан асыпты. Шын айтсам, өзін мүлдем танымай қалдым. «Мен Жомарт емеспін бе?» деді ол қолын ұсынып құнжыңдап. «Қайсы Жомарт?» Мұрнының үстінде қара меңі бар еді. Соған қарап әзер таныдым. Шашы буырыл тартып, бет-аузын өрмекшінің торындай әжімай қыздап тастапты. Өзі Африкадан келген ағайындай қарайып кетіпті. «Қазір қайдасың?» «Тұрғысында». Тұрғысын Зырян қаласының маңайындағы үлкен ауыл. Баяғыда кер жабағыдан ел көшіп, біразының біздің ауылға қарай еңкейгенін білетінмін. Кейін қайта құрудың апалас төпелесінде біздің ауылда да жан сақтау қиынға соғып, көп адам үдере көшіп Тұрғысынға кеткенін естігем. Тегі Жомартта сол дүрмекпен кеткен ғой деп жорамалдадым. Лениногордан техникум бітіргем. Бітірген бойда орман жетіп мен Тұрғысынға жіберген. Сол жерде үйлендім, балалы шағалы болдым. Мінекей, тура 26 жыл болды, Тұрғысында тұрып жатырмын. Менің де ауыл жаққа ат ізін салмағаныма талай жыл болып еді. Көптен көрмеген кластасым ғой. Бұрылып кетіп қалды ыңғайсыз санадым. Сөйттім де Жомартты жетелеп іргедегі кафеге ертіп апардым. Шай ішіп отырып, кең отырып әңгімелесейік дедім. Жомарттың жалғыз ұлы әскерде әлімжеттік салдарынан қатты соққыға жығылыпты да, оны мүгедек ретінде комиссияға шығарып үйіне қайтарыпты. Сол ұлын білікті дәрігерлерге дұрыстап қаратып емдету үшін арнайы Алматыға өзі алып келген екен. Арада көп әңгіме қозғалды. Білетін, танитын адамдардың бірасын сұрастырдым. Жомарт та білгенше жауап беріп жатыр. Айтпақшы, осы Қалжан ағалар баяғыда Тұрғысынға көшіп кетпеп еді деп әлдене есіме түскендей болды. «Я, солай», деді Жомарт. Жұмыс жоқ болып, ауыл жақтан Тұрғысынға алдымен ол кісінің баласы көшіп келген. Әлгі механизатор болып істейтін Жанайше, артынша Қалжан ағайлар да сол Жанайдың қолына келді. Тұрғысында ол кісілер біраз жыл тұрды. Ол ағамыздың жағдайы қалай? Қалжан аға 70-тің 8-іне жиған шағында жалғыз ұлы Жанайдың қолында немере шөбересінің қасында дүние салды, деді Жомарт. Ол кісілердің өмірден өткеніне де 10 шақты жыл болып қалды, деп қосып қойды. Екеуі де ме? Я, екеуі де. Алдымен Қалжан ағамыз кетті. Шалының 7-сіне жетпей Ләзиза шешей де қайтыс болды. Ой, әкрия. Я, Қалжан ағайдың 7-сін ертең береді деп отырғанда жеңгемізден айырылдық. Екеуінің зиратын қатар қойдық. Бұл хабарды естігенде мен жүрегім сазып, бір түрлі қиналып қалдым.
Әлдебір асылымнан оқыста көз жазып ардақтымды жоғалтып алғандай кеудемді өкініш кернеді. Көңілім жүдеп салды. Жомартты барар жеріне таксиге салып жібердім де өзім үйге жаяу тарттым. Алматының қоңыр салқын көшесімен алуан ойға батып аяңдап келемін. Қалжанмен бір қыс алыс жайлауда қар жастанып, мұз төсеніп, жылқы баққан күндерді есіме алдым. Қыстың ұзақ кештерінде Қалжан айтқан әңгіме, ол кісінің аңызға бергісіз өмір жолы көз алдымнан тізбектеліп өтіп жатты. Әлгі бізге көмекші болып қыс ортасында келетін қамбаш ше, сол кісі мен оқуға кеткен келесі қыста оғыс мерт болғанын естігем. Кезекті бір малшыда жайлауда жәрдемде жүрген екен. Нан мен шай алып қайтуға ойға түскен бір сапарында жолай қар көшкіннің астында қалыпты. Сонда деп ойладым мен. Қыстың ұзақ кешінде Қалжан айтқан әңгіменің ендігі тірі куәгері өзім ғана екем-ау. Мінезі ауыр, жұртпен жұқса бермейтін Қалжан таңды таңға асырған, әлгіндей хикаятты біреуге айтты дейсің бе? Әй, кім білген? Айдауда жүрген 21 жылда шалының көрген білген бәйбішесі Ләзиза да толық естімеген шығар. Мен білетін Қалжан болса, ол сондай жан. Жалпы өз басым қаламгер ретінде 37-нің нәубетін, сталиндік тоталитарлық жүйенің адамдарға жасаған қияметі жайында жазудан жасқанатын едім. Ол заманды біз көрген жоқпыз, куәгері емеспіз. Бармақты сорып білгісініп бірдеңе жазуды жөнсіз санайтынмын. Оның үстіне тоталитаризмнің қасіретін арқау еткен кітаптар жыл сайын бұрқырап шығып жатыр. Пәленше серияға жалғасқан кинофильмдер қаншама. Содан ба, оқи ондай кітаптарға да әбден тойдық. Көре кинодан да жеріне бастадық. Қысқасы, ол заман туралы бірдеңе жазамын деген ой үш ұйықтасам түсіме кірмеген. Енді мінекей, Жомарттың хабары жүректі қозғап, көңіл түкпірінде тұмшаланған әлде бір сағынышты оятып жібергендей болды. Қалжан айтқан әңгімені білетін мен ғана екенмін. Ендеше ол әңгімені мен жазбағында кім жазады деген ой келді. Ауылдас қос мұңлықтың ғажайып тағдырын мен айтпағанда кім айтады? Сондай оймен әрі осы баян бүгінгі жастарға тағылым болар ма деген үмітпен, құрметті оқырман, қаз қалпында өздеріңізге ұсынып отырмын. Осылай қорытындылапты жазушы Әлібек Асқаров Қалжан мен Ләзиза повесін. Я, қандай ауыр тағдыр десеңізші. Қазақтың небір атпал азаматтары кезінде осындай қиындықтардың бәрін бастан кешті ғой. Тірі қалғандары қаншама, ал осы ауыртпалықтың салдарынан өліп кеткендері ше. Олар да талай ғой, талай боздақтар қыршынынан қиылды ғой. Қадірлі тыңдарман, бүгінгі бейбіт өмірдің қадіріне жетейікші, қадірлей білейікші. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Келесі кездескенше, ағайын.